Саламатсыздарма, құрметті әріптестер. Бүгін біз сіздермен бірге Mofi Studio приложениесі арқылы видео жасайтын боламыз. Осы программа арқылы мен қазір бірнеше жасаған жұмыстарымды көрсетіп өтейін. Менің Instagram парақшама келіп қарайтын болсаңыздар, осындай мен ұлыма осындай құттықтау видеосын жасаған болатын. Осы видеоны мен жаңағы приложение арқылы жасадым. Сонымен қатар, мына жерде қарайтын болсақ, тағы да мінекей мен өзім туған күндегі осы видеоны жаңағы приложение арқылы жасадым. Қазір қалай жұмыс жасаймыз, сол жөнінде сіздерге көрсететін боламын. Олай болатын болса, кеттік, жұмыс жасайық. Ол үшін Play Marketке кіріп, Mofi Studio приложениесін басып алыңыздар. Басып алғаннан кейін рабочий столға осылай жүктеліп қойылады. Осылай ашқаннан кейін Mofi Studio'да сіздерде де тура осылай ашылады. Бұл жерде главныйға баратын болсаңыздар, ең жаңағы популярный, жиі қолданатын, одан кейін жаңадан қосылған VIP, яғни ол ақылы түрде пайдаланатын осындай көп деген видеоларды, шаблондарын көресіздер. Енді мына жерде қарайтын болсаңыздар, VIP деген жазулардың барлығы болса, ол яғни ақылы түрде, ал қалған VIP деген жазу болмаса, онда сіздер бұны тегін жұмыс жасай аласыздар. Енді мен сіздерге бірнеше шаблондармен жұмыс жасауды көрсетейін. Кез келген таңдап қазір жұмыс жасап көрейік. Мен жаңа телефоныма тәуелсіздік күніне байланысты бір Қазақстанға байланысты бір суреттер жүктеп қойдым. Енді соны ары қарай қалай жасаймыз, соны көрсетейін. Так, мына жерде қарайтын болсақ, өте көп шаблондар. Мен мына бір шаблонды алғым келіп тұр. Мінекей, мына жерге текст жазамыз. Жұмыс соңына дейін барып жүктелгенін күтеміз. Өйткені бұның біз несін қарауымыз керек. Видео эффекттері қандай болады. Мынаны соңына дейін қараймыз. Бұл бізде 1:50 минут екен ұзақтығы. Мен көбінесе бұл программаны VIP-ін алатындығым. Сол үшін мен VIP таңдап отырмын. Қазір ең соңында қазір көреміз. Мінекей бұна графикалардың орнына қазір барлығына суреттер қоямыз. Мінекей қазір біздің видеомыз ақырындап соңына дейін келіп жатыр. Осының барлығын соңына дейін қараймыз. Мінекей соңына дейін жетті. Енді бұны используйте дегенді басам. Қазір бұл бізде жүктеліп жатыр.
арқылы жасайсыздар. Осыны ең соңында осылай шығады екен. Мына жерді байқап қалдым, жаңа мына жерге ештеңе жазбаппын мен. Осылай барлығын тексеріп шығасыздар. Ең соңында экспорт деген бар ғой, соны басайық. Экспорт деген яғни өнімді экспорттау сақтап жатырмыз. Мінекей қазір жүктеліп жатыр. 100 болды. Барлық видео солай болмайды. Енді бұны сразу поделить етуге болады. Я болмаса бұны сохранить в альбом деп сақтайық. Енді қазір көрейік. Енді осы жұмыс қазір бұл Қытайдың музыкасымен тұр ғой. Бұны астыңғы фонға басқа музыка қойымыз керек. Одан кейінгі программаны, UCAT деген программаны қараңыздар. Play Marketте бар. Осымен көп жұмыс жасаймын мен. Осыны ашамыз. Міне плюсті басамыз. Новый деп біздің жаңағы видеомыз міне тұр ғой. Галереяға түсті. Соны қоям. Тура біздің жаңағы видеомыз бұл. Мына жерде выключить звук в клипе деп тұр ғой. Соны басып тастаймын, керек емес. Жаңадан музыка қоям. Музыка дегенді басып. Мына жерде открыть из, міне соткамда тұрған. Бұл жерде бір Қазақстан деген музыка бар еді. Готованы басам. Енді қазір мынаған фондағы музыканы қойдым ғой, енді көрейін қалай ойнайды. Мінекей осындай музыка шығады бізде. Бұл енді ең соңына дейін қазір барады. Ең соңын қарап жатам. Бұл мына жерден бітеді екен, міне. Осы жерден бітеді екен. Енді кейде мынадай жағдай болып қалады. Музыка аяқсыз қалып қойды ғой, сол кезде мына орта жолдан клип бітіп қалады. Ол үшін скоростьке барып, кішкене мынаны былай скоростьін азайтып жібереміз. Енді қараймыз қазір ең соңында қалай болды. Әйтеуір бір сөздің мағынасымен біту керек қой артында. Атамекенім деген тағы да сыймай қалды. Сондықтан бұны тағы да скоростьін тағы да бір шама азайтып жіберейік. Енді осыған келтіруіміз керек өйткені. Дәл осы менің дейді. Енді музыкасы артық қой, оны бетіп басамыз. Сосын разделить деген бар тұғын. Разделитке қойып, артығын алып тастаймыз. Міне, сонда музыкасымен бәрі бірге сохранить басасыздар. Еш нәрсе қозғалтпайсыздар. Сохранить. Қазір мына видео реклама шығып жатыр. Қазір. Мінекей, сохранить етіледі, галереяға түседі. Сосын осы жұмысты бірге тамашалайтын боламыз.